Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні. 1-ші курс. Оқытушы Галимова Сауле Женисовна. Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Сабақтың тақырыбы: еңбек нарығы және сұраныс. Кәсіпкерлік табыс көзі. Кәсіпкерлік шеберлік. Сабақтың мақсаты: берілген ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу. Жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдай алу. Тілдік міндеттер: пәндік лексика мен терминология. Оқушылар түсінеді және сипаттайды. Диалог және жазылымға пайдалы тіркестер. Менің ойымша, мен оған мынадай дәлелдер келтіре аламын. Құндылықтарды игеру: мәңгілік ел құндылығы, тіл және мәдениет. Пәнаралық байланыс, тарих және география. АКТ-ның қолдану дағдылары. Сабақта біз бейнетаспамен танысамыз, презентациямен танысамыз, бейнетаспаға сілтеме. Бағалау критерийлері: бейнетаспадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені 2-3 сөйлеммен анықтайсыздар. Осы мәселенің қазіргі таңдағы өзектілігін 3-4 сөйлеммен талдайсыздар. Мәтіннің мақсатты аудиториясын және автордың астарлы тұспалды ойын 4-5 сөйлеммен анықтайсыздар. Шығарма кейіпкерлерінің бойындағы құндылыққа қатысты фактілер мен көзқарастарды 5-6 сөйлеммен ажыратасыздар. Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып 7-8 сөйлеммен бағалайсыздар. Дескрипторлар: сіздердің жұмыс жасау әрекеттеріңіз. Сұрақтарға жауап бересіздер, мәтіндерді талдайсыздар, сөйлеу интонациясын анықтайсыздар, өз ойларыңызды білдіресіздер. Енді сабаққа кірісейік. Ең бірінші, сіздер қазір ең басында берілген сілтеме бойынша бейне таспамен танысасыздар. Осы бейне таспамен танысқаннан кейін тапсырмаларды орындайсыздар. Бейне таспадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені 2-3 сөйлеммен анықтайсыздар. Осы мәселенің қазіргі таңдағы өзектілігін 3-4 сөйлеммен талдайсыздар. Жазбаша түрде дәптерлеріңізге жазып қоясыздар. Мәтіннің мақсатты аудиториясын және автордың астарлы тұспалды ойын 4-5 сөйлеммен анықтайсыздар. Шығарма кейіпкерлерінің бойындағы құндылыққа қатысты фактілер мен көзқарастарын 5-6 сөйлеммен ажыратасыздар. Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып 7-8 сөйлеммен бағалайсыздар. Осы тапсырмаларды орындап қоясыздар дәптерлеріңізге. Келесі: еңбек нарығы атты мәтін берілген. Осы мәтінді оқып шығасыздар. Мәтінді оқып шыққаннан кейін келесі сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтіннің негізгі идеясы неде? Мәтін қандай стильде жазылған? Оның ерекшеліктері? Қазіргі таңдағы ең мықты еңбекқор адамның бойындағы қасиеттерді сипаттайсыздар. Осы ең мықты еңбекқор адамның бойындағы қасиеттерді жазып қоясыздар. Кесте ретінде жазуға болады, схема ретінде жазуға болады. Келесі: қазір мен сіздерге осындай нақыл сөздерді ұсынамын. Осы нақыл сөздерге қатысты өзіндік көзқарастарыңызды білдіресіздер. Еңбегің егіз болса, байлығың 8 болады. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. Еңбегің сайлы болса, ішің майлы болар. Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар. Еңбек адамның екінші анасы. 2-3 өздеріңізге ұнаған нақыл сөздерді аласыздар, өздеріңіздің көзқарастарыңызды білдіресіздер. Кері байланыс, рефлексия. Осы бүгінгі сабақ бойынша танысқан мәтіндеріңіз бойынша, орындаған тапсырмаларыңыз бойынша келесі ақпаратты бересіздер. Мен үшін 3 жаңа ақпарат жазып қоясыздар. Бұрыннан білетін ақпарат жазып қоясыздар. 3-ші, бір қиындық келтірген тапсырма. Не сұрақ? Қандай тапсырма сіздерге қиын болды? Соны да білдіріп қоясыздар. Үйге берілетін тапсырма.
үйде сіздер сабақтың тақырыбы бойынша кәсіпкерлік шеберлік тақырыбына мақала жазасыздар. Рахмет.